тәртіпті қайта өшіруден сақтайтын 5 деңгейлі стратегия жайлы айтатын боламын. Яғни достар, ең біріншіден ол жатар алдында, ұйықтар алдында өзіңіздің жақсы көңіл-күймен жатуыңызды қадағалаңыз. Және екіншіден, будильнигіңізді төсегіңізден және өзіңізден алысқа қоюға тырысыңыз. Себебі будильнигіңіз таңғы уақытта шырылдаған кезде сіз еріксіз тұрып, оны өшіресіз және де сіздің ағзаңыз оянатын болады. Үшіншіден, тісіңізді тазалаңыз. Яғни сразу будильнигіңізді өшіріп, тісіңізді тазалауға кірісіңіз. Сіздің денеңіз де оянатын болады осы кезде. Төртіншіден, су ішіңіз. Яғни таңертең тұрған кезде 1 стакан су ішу керек. Бұл сіздің 6-7 сағат ылғалсызданып тұрған денеңіз бұл кезде шаршап тұруы мүмкін. Яғни сусызданып тұрады денеңіз. Және бесіншісі, бұл спортпен айналысыңыз. Яғни таңғы уақытта міндетті түрде жаттығу жасауға кірісіңіз. Себебі бұл сіздің бұлшық еттеріңіздің оянуына әсерін тигізеді.